Шымкент полицейлері қаладағы көп пәтерлі үйлердің бірінің кіреберісінде әйелді зорламақшы болған күдіктіні ұстады. Полиция қызметкерлері күдіктінің жеке басын анықтауға және оны ұстауға бағытталған бірқатар шаралар қабылдады. Соның нәтижесінде күдікті кеше ұсталды. Ол 1985 жылы туған жергілікті тұрғын болып шықты. Тергеу амалдарын жүргізу барысында бұдан басқа күдікті жәбірленушінің күртешесінің қалтасынан 8 мың теңгеге жуық ақша ұрлағаны анықталды. Ол өзінің кінәсін толығымен мойындады. Қазіргі уақытта күдікті Шымкент қаласы полиция департаментінің уақытша ұстау абақтысына қамалып, аталған жайттар бойынша қылмыстық кодекстің 191 бабының 2 бөлігінде және 120 бабының 1 бөлігінде көзделген тонау және зорлауға оқталу негіздері бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Қылмыстық әрекеттері дәлелденсе, 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Тергеу амалдары жалғасуда.